Сәлем достар, біз бүгін демалып қайтайық деп Қапшағайға келдік, екі отбасы болып. Алыс жолға барып демалуға папаларымыз жұмыстан шыға алмай тұр уақытша, енді жаз өтіп кетпесін деп осы жақын жерде Қапшағайға келдік. Ауа райы жақсы, күн жып-жылы болып тұр, су да жылы. Бұл Қапшағайда Шеңгелді жақтан айналып келген кезде осындай, бұл құмды жер емес, осындай тас, майда тастар. Прям күшті, табан жалаң аяқ бассаңыздар, прям массаж ғой енді, живой массаж. Мен как всегда барымды киіп, оранып, осылай күннен қорқып отырмын, өзім қара қызбын, одан қатты киіп кетпейін деп. Шашлығымызды жасап жедік, қуырдағымызды жасадық, кеш батты, енді жиналып жатырмыз ақырындап. Қазір жан-жақтағы мусорларымызды теріп өртеп жатырмыз, от өшіп. Болғаннан кейін қазір қайтамыз. Масақ өте көп болып қаптап кетті. Кішкене тағы бола тұруға болатын еді. Тек маса болғаннан кейін балалар бәріміз шағып тастады. Сол себепті жиналып жатырмыз. Бұл жерде бір жақсысы, мына жақ бетінде шомыламыз Қапшағайға, мына жағында балық аулауға болады. Осылай 4-5 балық аулап, бірақ ол балықты жемедік. Енді жиналып жатырмыз. Жақсы демалыс болды. Жиі осылай жазда демалып тұруға сіздерге де кеңес беремін, өйткені уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Білмеймін, бізге енді с возрастан ба, жасымыз үлкейе бастағанға ма осындай демалыстарды ұнатамыз. Чем мындай шумный кафеге барып демалғаннан гөрі осындай душевный, кішкене тыныш табиғатта демалған өте қатты ұнайды. Мен негізі тауда демалғанды өте қатты жақсы көремін. Бірақ жаз болғаннан кейін енді балалар шомылсын деп өстіп Қапшағайға келдік. Бүгін ертесінде енді тағы да досымыз қонаққа келіпті. Ол кісілер тағы да Қапшағайға алып келейік деп тағы келдік Қапшағайға. Бұл енді бірақ басқа жері. Бұл құмды жер. Судың асты да құм, жаға да құм, прям тоже күшті, су жып-жылы болып тұр. Кішкене арасында күн бұлттанып тұрғанымен, бірақ су жып-жылы, ауа райы да жып-жылы. Керісінше күн кішкене бұлттанып тұрғаны бізге жақсы болды. Балалардың басынан күн өтіп кетпейді, өйткені мұнда көлеңке жоқ. Машинаның көлеңкесіне барып демалмасақ, ешқандай көлеңке жоқ. Палаткада солай көлеңкелетуге болады. Су керемет, балалар рахаттанып, шомылып ыстық құмға барып, аунап, секіріп ойнап жатыр. Осыдан бірнеше жыл бұрын Қапшағайдың суы сондай жап-жасыл лас болып кеткен болатын. Биыл суы өте керемет, тап-таза болып тұр екен. Балалар бақыт сыйлау үшін көп еш нәрсе де қажет етпейді ғой. Осының өзіне бақытты болып, рахмет айтып, қуаныштан бастары айналып жүр. Қайта рахмет деп. Папамыз да балаша қуанып, өзі де аунап секіріп жүр. Жұмыстан демалғанына қуанып, қаладан шыққанына рахаттанып. Алматының пробкасы деген енді сұмдық қой. Қаладан адамдар шаршайды. Сонымен демалысымыз жақсы өтіп жатыр. Мен балам өзім сияқты құм басқысы келмей жүр, капризничать, мен шомылмаймын, как всегда. Өстіп кішкене жағада аяғымды салып жүргенім болмаса, білмеймін неге екенін, мен қатты суға түскенді ұната бермеймін. Енді бір Алакөлге, Балқашқа барғанда енді түсуге болатын шығар. Бірақ та Қапшағайдың онша да түскім келмейді. Түскісі келетіндер түсе берсін деймін. Бәрі қинайды, келіп тұрып қалай түспейсің, қалай шыдайсың деп. Айтам ғой, мен сондай адаммын, шыдаймын, түскім келмейді деп. Желанием болса өзімде түсетін едім, мен сүйремендер деймін ғой. Міне су деген биыл өте көп. Бұл әлі кішкене тартылады деді. Жаңа осы жерді арендаға алған орыс ағайымыз. Бізді уже жаттап алған. Біз былтырда осы жерге келетінбіз. Өйткені бұл жерде тоже адам аз, суы тазарақ, ешкім жоқ, балалар адасып кетпейді. А то общий пляжға барсаң, ол жерде енді адам деген өте көп. Прям адам адасатындай болады. Балалар өстіп қазып, папалары көмектесіп ойнап жатыр. Мен жолдасым өзі балаша өстіп балалармен қосылып ойнап кетеді ғой, жақсы көреді.
балаларды ойнатқанды, жарыстырып, бір нәрселер ұйымдастырып жүргенді. Сонымен біздің демалысымыз аяқталды, шаршап үйімізге қайттық.